оң жақ иығым екі жерден сынып кетті. Мәссаған. Содан түрегеп, артында бажам келе жатқан, бажама содан кейін қасында бір бала бар еді. Әбіке, мотоцикл ұстайсың ба дедім, ұстайым деді. Мотоциклдің бір жерінде біттей дақ болған жоқ, менің тек иығым екі жерден сынып кетті. Содан больницаға барғам жоқ. Сол жерде үйге тура барып, кемінде чешіп қойып, содан кейін бәйбішеме қолды тартқызып қойып, сол өзімді өзім сол жасаған кісімен. Енді одан бұрын 10-15 жыл бұрын сынықпен айланысқан кісімін ғой. Бірақ жаным қиналды, қиналғанменен өзімді өзім жасадым. Сонымен өзім сауықтым. Екіншіде ағайын туыстар, машинамен жүрсеңіздер де, басқадай көлікпен жүрсеңіздер де, зираттың қасынан албаты қатты өтпеулеріңізді сұраймын. Жақсы, ақсақал. Рахмет сізге. Кешіріңіз, ақсақал, жаңа сұрақ. Яғни сіз өзіңіз жаңағы иығыңызды бұғана дейді ғой. Соны өзіңіз ұстадыңыз ғой, иә? Иә, сол бұғана, мына иықтың екі жерден, сол бұғананың екі басынан да сынған, соны өзім жасаған. Қалай жасадыңыз соны? Ауырған жоқ па өзіңіз? Енді былай тартқызып отырмын, жасаймын ғой енді. Жаным, ол енді мен адамның басқа сынықты шыдарға шыда дегенде өзімді өзім шыдауым керек. Ол бәрібір сондай. Енді бір немене өзіме сен кісіге қандайсың, өзіңе қандай деген бір сынақ та болды ма екен, бірақ өзімді өзім жасадым, болды. Міне керемет ақсақалымыз, өз-өзін құтқарған адамның өмірі өз қолында ғой, яғни ақсақал. Иә, солай. Дұрыс. Міне, рахмет ақсақал, телефон нөміріңізді айтып жіберсеңіз, халыққа тағы да. 775-501-64-05. Жақсы, міне достар, көрдіңіздер ғой, иә, ақсақалдан үлкен өнеге сабақ алайық бәріміз. Жаңағы яғни жолда жүргенде абай жүріңіздер. Аман болыңыздар. Денсаулықтарыңызға әркім өз жауапты. Рахмет сізге.